есіңізге мына нәрсені жалғайын. Батыста, Америкада арнайы медициналық колледж бар. Колледж деген атау болғанмен, ол биік дәрежеде ғылыми орталық, ғылыми зерттеу институция, үлкен. Солар рак ауру әлемде көп қой, білесіздер, мысалға 16 миллион адам ракпен ауырса, соның 9 миллион дүние өтеді дегенде, мысалы, ол статистикалар өздерінің. Кәдімгі ашсаңыздар, Гуглда жетіп жатыр бұл статистика. Сол нәрсеге уайымдаған. Бірақ мұсылман емес олар. Адамгершілік қой, адам үшін уайымдайсың әлемнің. Сол уайымдап, ғалымдар зерттеп, бұларды ракпен күресетін не істесек болады деп, зерттеп, қанша жылдарын арнайды да, тапқан шешімін қараңыз. 35 күн ең несі 12 сағат тамақ пен судан еш нәрсе ішпей тыйылатын болса, жылына бір-ақ рет, 35 күн бойы тұрақты. Түсініңіз бе? Жылына бір-ақ рет. Сонда адамның ішкі организмінде ракқа қарсы клеткалар пайда болады екен. Осы жаңалықты ашады. Осыны ашқан уақытта Австралияның ғалымдары, Британияның ғалымдары барлығы бұларға өздерінің де тарапынан жаңағындай зерттеу қосамыз деп, олар зерттеу кірісіп кетіп, олардың да соңғы ашқан нәтижесі тура сол нәрсе болады. Сонда Британияда ғалымдар осылай екен деп 1875-тен ба шығып кеткен журналдар бар өздерінің. Соған онлайн версиясына шығарған кезінде, мына мұсылмандар айтады: бұл нәрсе бізде бар, жаңалық емес. Біз 14 ғасырдан бұны білеміз дейді. Қандай нәрсе? Бізде 30 күн Рамазан бар, олар 35 деді ғой, артында Шауал бар 6 күн. Түсініңіз бе? 29 күн болып қалғанда 35 күн болады, 30 күн болғанда 36 күн болады. Түсініңіз? Бізде Рамазан мен Шауал. Сөйтіп, олар қызығып, келесі жылы Рамазанға келген кезде бір 100 мұсылманды алып, ораза ұстайтын. Соларды Рамазан айы басталмастан бүкіл анализ алады ғой олардан. Анализ крови дейміз, бүкіл нәрсесін анализ алады. Одан кейін ораза ұстамайтындардан да анализ алады. Екеуін бір ай және ар жағында 6 күн бойы тағы да сынайды. Тәжірибе жасайды. Иә, тәжірибе жасайды. Негізі олар немен күрес бастады? Ракпен ғой, ракпен. Енді ең соңында Рамазан бітеді, Шауал бітіп, жаңағы ораза ұстаған мұсылмандардың тағы да анализ алған кезде 70-тің үстінде дертке дауа табады. Ойлаңыз, ракқа қарсы раковый клеткалар пайда болады, сахарный диабетке қарсы белоктар пайда болады. Ойлаңыз, иммундық жүйені күшейтетін, иммунитетті күшейтетін керемет жаңағындай иммундық жүйесі күшейеді. Одан кейін қан, тіпті ана бүйрекпен ауыратындар қан ауыстырады ғой. Сол қан ауыстыру да керек емес екен. Рамазанның 30 күні мен Шауалдың 6 күні болатын болса, қан ауыстырғысы келіп жүрген адамдар осыны ұстасыншы, именно Рамазанда және Шауалда қанның толықтай өзгеріп кеткендігіне көздер жетеді. Таң қалған ғой, ойлаңыз. Осы ғылым бүгін ағылшын тілінде интернет бетінде 70-ден астам дерттің дауасы екендігіне шығып тұр материал. Қаласа мен беруге дайынмын. Егер осы подкаст шықса